Қазақ халқында айтқан болжамдары айнымай шыққан әулие адамдар өте көп. Қазақ халқын қандай ауыр сынақтар күтіп тұрғанын дәл тапқан көріпкелдер аз емес. Қазіргі заманда қыздарымыз әбден қорлық көретінін, ұлдарымыз түрлі былыққа бататынын 100 жыл бұрын ескертіп кеткен әмбиелер бар. Өкінішке қарай біз оларды тыңдамадық. Айтқан ескертулеріне немқұрайлы қарадық. Осының салдарынан елімізде зұлмат болып жатыр. Мысалы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы тәуелсіздік алған соң 30 жылдан кейін ора қарлар құриды деп еді. Расында да Тоқаев билікке келген соң Назарбаевтың кезінде елді аяусыз тонап, армансыз шалқып өмір сүрген министр, бастықтар түрмеге қамалды. Әлі қамалмаған, ұсталмаған жемқорлар өте көп. Кімдер екенін комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Одан бөлек кезінде елімізде Бекасыл деген әулие өмір сүрген. Оның айтқандары дәл шығып елді таң қалдырған. Бекасыл әулие мүлде қателеспейді екен. Әсіресе оның Қазақстанға қатысты айтқаны бүгінде тура, айна қатесіз орындалып жатқанымен жұртты тәнті етіп жатыр. Осы орайда біз Бекасыл әулиенің өмірбаянына қысқаша тоқталып, оның болжамын назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмас бұрын сіз көріпкелдерге сенесіз бе? Комментарийге иә немесе жоқ деп жаза кетсеңіздер. Бекасыл әулие 1822 жылы қазіргі Түркістан облысының Төле би ауданындағы дүниеге келген. 1915 жылы туған жерінде қайтыс болған. Бекасыл әулие Шам, яғни қазіргі Сирия елінде білім алып, кейіннен туған жерінде медресе ашып, балаларды оқытып көптеген кітаптар жазған. Бірақ зұлмат заман келе жатқанын дәл сезіп, кітаптарын түйелерге артып тауға апарып тыққан. Зигзал деп аталатын кітабында қаймана қазақты не күтіп тұрғанын жазған. Бекасыл әулие дүниеден өтер алдында елді жинап, былай деген екен: зұлмат заман келе жатыр. Құл-құтан көтеріліп, ылғи жалаң аяқтар ел басқарып, қаныңды судай шашады. Жылан тақыр боласыңдар. Көңілсіз адам көбейеді. Қырғын соғыс болады. Жесір көбейеді. Соғыста ұтасыңдар. Сөйтіп көрер көзге жарқын, бірақ іштей іріп жатқан бір заман басталады. Көлік 4 дөңгелекті темір болады. Аспан жол болады. Бір үй орыс, бір үй қазақ болып отырасыңдар. Олар жерлеріңді тартып алады. Көшіремін деп әуре болмаңдар, 70 жылдан соң өздері көшеді. Имандылық азаяды. Өнеге тозады, қасиет азады. Жастар ит ішпейтін сусынға құмар болады. Еркек үйшіл, әйел базаршыл болады. Қатын ел билейді. Қысқа етекті көйлек киіп, есек тұяқты етікпен жүреді. Қатын жіберу көбейеді, әйел еркекті сыйлаудан қалады. Тірі жетімдердің саны артады. Бірақ осының бәріне ертелі кеш Алланың бір тыйымы болады. Мінекей көріп тұрғанымыздай, Бекасыл әулиенің айтқандары айна қатесіз шығып, жұрттың жағасын ұстатты. Бекасыл әулиенің бұлай дегені, Совет одағы құрылғанда билікке кедей кепшіктердің балалары келіп, шолақ белсенді болып, өз қазағын қынадай қырды. Расында да қазақтарды өзге ұлттар емес, өз қазағымыз аяусыз өлтірді. Қолдарына билік тиген соң байларды итжеккенге айдатып, оның бала шағасын әбден азаптап, лагерлерге жіберді. Бекасыл әулие осылай деп ашаршылықты меңзеді. Расында да ашаршылық жылдары қазақ халқының тең жартысынан астамы ішектері бұратылып өлді. Оларды көметін адам табылмай, денелері жазық далада қарға құзғынға жем болып шіріп жатты. Ұзаққа созылған ашаршылықты мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов тоқтатты. Егер ол тоқтатпағанда қазақ халқы түгелдей қырылып, жер бетінен мүлде жойылып кетер еді. Кең байтақ жеріміз Ресей құрамына қосылып кетер еді. Бекасыл әулие осылай деп ұлы отан соғысын айтты. Мұнда расында да біз ұттық. Бірақ зор шығынға ұшырадық. Елде еркек кіндік күрт азайып, әйелдер колхоздың ауыр жұмысын істеп, отбасын өзі бақты. Соғыстан келген еркектер мүгедек болып еңбекке жарамай қалды. Және олар соғыстан ауыр психологиялық соққы алып, өз-өздеріне келе алмай жүрді. Сосын Бекасыл әулие осылай деп айтты: бұл коммунизмді меңзегені. Яғни жұрт коммунизмге жетеміз, сол кезде жарқын өмір басталады деп тыраштанып жұмыс істеп алға ұмтылды. Бірақ шындығында іріп жатқан заманда өмір сүрді. Совет одағында дефицит зор болды. Киім, тамақ жетіспеді. Халық өте кедей күн кешті.
Қазақ жастарына қалаға баруға Совет одағы жасырын түрде тыйым салды. Қазақ жастары ауылда қой бағу керек болды. Орыс тілін білмейтін қазақтарға қалада жұмыс істей алмады. Ол осылай деп те айтты. Яғни 1970 жылдары халық автокөлікпен жүре бастады. Сол кезде Жигули, Москвич, Волга, Нива секілді көліктер шықты. Халық сол көліктерді жылдап кезек күтіп сатып алды. Түрлі ұшақтар пайда болды. Жұрт алыс қалаға ұшақпен бара бастады. Бекасыл әулие өмір сүрген заманда ұшақ деген нәрсе мүлде жоқ еді. Оның әулиелігі сонда ұшақ деген транспорттың шығатынын сезген екен. Шынымен де Совет одағы кезінде орыс пен қазақ араласып өмір сүрді. Қаланы былай қойғанда ауылдардың өзінде орыстар өте көп болды. Олармен тонның ішкі бауындай араласып, орыс пен қазақ қыз алысып, қыз берісіп өмір сүрді. Орыстар Қазақстанның табиғаты әсем жерлеріне жайғасып алды. Оларды орныққан жерлерінен көшіру мүмкін болмады. Расында да тәуелсіздік алған соң орыстар Ресейге, Германияға өздері көшіп кетті. Осылайша қазақ халқының тынысы ашылды. Яғни тәуелсіздік алған соң халық жан-жаққа босып кетті. Ата-аналар отбасын асырау үшін базар жағалап кетіп, балаларға дұрыс тәрбие беруге уақыттары болмады. Осының салдарынан 90-шы жылдары жасөспірімдер, жастар көшеде тәрбиеленіп, тез бұзылып кетті. Имандылықтан жұрдай болды. Қыздар күн көру, тез ақша табу үшін жезөкшелікке бет бұрды. Олар әркіммен бір төсектес болып, қоғам азғындап кетті. Ал ұлдар бандит, рекет болып, әркімді бір боп салады. Олар ит ішпейтін сусын, арақты суша сімірді. Арақ талай адамды өлімге душар етті. Талай отбасына ажырастырды. Талай қыздар арақ ішкендермен бір дастарханда отырамын деп абыройдан айырылып, тағдырларының күл талқаны шықты. Сосын қазіргі кезде жастар Диззи, горилла сияқты ит ішпейтін сусындарға құмар бола бастады. Бұл сусындар жастардың жүрегін, бүйрек бауырын зақымдап өлімге алып келіп жатыр. Расында да 90-шы жылдарда әйелдер дорба арқалап базарға шығып отбасын асырады. Ал еркектер үйде жатып тамақ істеді. Әйелдер түздегі өмірге араласып, еркек шора болып кетті. Олар түрлі жұмыстар істеп, қызметке жайғасып, ел билеп кетті. Қазақта әйел басқарған көш оңбайды деп еді. Расында да әйелдер басқарған жерде бақытсыздық көп орын алды. Мысалы жақында ғана Абай облысында орман өртеніп кетті. 15 орманшы тірідей өртеніп кетті. Бұған Зүлфия Сүлейменова басқаратын экология министрлігінің тікелей қатысы болды. Министр өрт қауіпсіздігін дұрыс тексермей, осындай қателікке жол берді. Мұндай мысалдар өте көп. Сондықтан да әйел адамға жауапкершілігі зор қызметті беруге болмайды. Бекасыл әулиенің заманында ажырасу деген мүлде болмаған десек болады. Бірақ Бекасыл әулие қазіргі Қазақстанда ажырасу көп болатынын дәл тауып кетті. Статистикалық деректерге сүйенсек, елімізде әрбір үшінші жұп ажырасып жатады екен. Жаңа үйленген жастар бір-бірімен шығыспай, мінездері сәйкес келмей айырылысып жатады. Және оған әлеуметтік жағдайда себеп. Кедей жерге тұрмысқа шыққан қыз қиындықтарға шыдамай, 2-3 жылдан соң баласын құшақтап кетіп қалып жатады. Бірақ кей ата-аналар ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деп қайтарып алып жатады. Қыз баланы шектен тыс еркелетіп өсірген дұрыс емес. Бекасыл әулие өз жорамалында осыны ескертіп кетті. Жас отбасылардың ажырасуының салдарынан екі ортада бала қиналып жатады. Кішкентайынан әке тәрбиесін көрмеген бала қыз мінезді болып өседі. Ол қоғамда өзін қорғай алмай, әбден теперіш көреді. Тіпті қыз мінезді болып өскен бала қыстеке болып кетіп жатқан оқиғалар өте көп. Себебі қазір елімізде көгілдір еркектер саны өсіп жатыр. Осының бәрі үйдегі тәрбиенің дұрыс болмауынан. Сондықтан да әрбір ата-ана баласының болашағына алаңдау керек. Осы себепті олар отбасын құруға зор жауапкершілікпен қарағаны абзал.
Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, бекасыл әулие өмірден өтер кезде қазақ қоғамы рухани іріп-шіритінін дәл тапқан екен. Әбден Совет одағының езгісінде болған қазақ халқы рухани мүгедек болып қалып еді. Осындай рухани құлдыраудан қалай құтылсақ қалады? Қазіргі қазақ қоғамына не жетіспейді? Ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Және қазақта тағы қандай әулие адам болған? Оны да комментарийге жаза кетсеңіздер екен. Біз келесіде сол кісі туралы видео дайындайтын боламыз.